Қайырлы күн достар. Қазір мен тікелей эфирдемін. Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылындамын. Бұл жердегі мәселе менің келгенім. Ауыл партиясы мен басқа партиялардың показуха жұмысынан гөрі реальный шаруалардың алдында тұрған үлкен проблемасы туралы айтпақшымын. Бүгінгі таңда Европейский банк развития арқылы, ЕБР арқылы 26-7 миллиард теңге ақша алынған болатын. 26-7 миллиард теңгеге мынау біздің Жамбыл облысындағы бүкіл каналдардың бәрі ағын су келіп, ауыл шаруаларының қылша егуіне, басқа да мынау дәнді дақылдарды егуіне арналған су келу керек. Бірақтан қазіргі уақытта былай айтқанда судың шығындары өте көп. Соны жою үшін Казватхоз деген, біздің Казсушар деген экология министрлігіне қарасты мекеменің жұмысымен бізде осы ағын суларды реттеу үшін, каналдар тазалау үшін, каналдарды ретке келтіру үшін миллиардтаған қарыз зайым ақша алынды. Сол ақша алынған ақшаның далаға кету жолдары міне. Қазір көретін боласыздар. Онысын міне мына каналды көріп тұрсыздар. Мына каналда қамыс өсіп тұр. Мына каналды тазалап не істеген. Бұл бірінші жылы мына каналдан кейін, механическадан кейін бұл қайтып мынандай түрге қайтып келеді. Міне көрдіңіздер, бәрі қайтып бұрынғы потерясымен, бұрынғы шығындармен өте көп болады. Және тура осы туралы шаруа, тура осы Аса ауылындағы осы каналмен, қылшамен егіп, осы судан күн көріп отқан, осы суды пайдаланып отқан Досым Кайыпов. Шаруа қожалықтың аты қандай? Досым. Досым шаруа қожалығы. Сіздерде мына каналмен не мәселе? Бұл канал мәселе болғанда бұл канал дұрыс емес бір шетімен. Ана су іздеріміз жоқ. Одан кейін ішінде шөп басылады қайтадан, бұл қамыс басылады қайтадан. Бұл жылдан жоқ қазылады қайтадан, ол деп аяқ қалпына келеді. Бір жыл мәселелерін ішіміз осы канал ғой бізге керек. Осы не арқылы өзіміз әйтеуір тіршілік еткен халық. Сол айтайын деген, бұл канал сөзден жөндеп берсе болды бәрі. Ең бастысы бұл 26 миллиард теңге бөлінгеннен сіздерге қандай әсер болып жатыр? Әсер болғанда аяқты мысалы бұдан енді мен көпірлеп салдым. Өзің салдың? Өзім салдым. Адамға әйтеуір екіден күшті көп айырды. Не істеді? Шлюздің баяқ шлюздің орны жоқ, сөйге шлюз істеді адамдар. Өздері істеп жатыр. Қаппен. Проектке сұрақ соңда. Неге проектте мосттар, шлюздер қойылмаған? Шлюз, біз өзіміз аламызда техника жалдаймыз. Ақы адамға жалдап істетеміз, сөйтіп істеттік. Көпірді сөйтіп істеттік. Әйтпесе, ояқты айлап өтесің дейді. Яғни бір кісі ол қайта айлап өтеді, ол көпір. Көпірдер жоқ. Баяқ көпірді бұзып тастаған ол. Баяқ көпірді қайтып орнына қойған жоқ? Қойған жоқ, бұзып тастады ол. Міне, тура менің осы Бәйтерек ауылындағы айтқан мәселемнің қайталану міне осы жерде де орын алып отыр. Көрсетейін, қай жердеген, бәрін көрсетпейік сіздерге қазір. Қай, біреу анау тұста, біреу анау тұста, біреу анау тұста. Яқты, үш жерде бар бізде. Міне орындағы біреу анау мен көзбен ақ айтпен қартайын. Енді анау бір жерде поляда тұрады. Бетонда болды. Бетондаса, бетондайды оның өкіметтің өз шешеді айтатынды айтамайды. Бірақ оны жақсылап істеу керек бірақ. Жақсылап істеу керек. Оның жақсылап істеу үшін не болу керек? Жақсылап істеу керек оның. Болашақ қалады оның бәрі бізге қалмайды ғой. Проектісін қайта қарау керек. Проектісін қайта қараған кезде ең бастысы олардың жаңағы мынау арық каналдарды бетондаса ары қарай дұрыс емес негізі. Проектісін өлі? Проект дұрыс емес вообще. Проект дұрыс емес. Бұл проект мен теориямен екеуі бірдей емес қой, сәйкес келмейді. Теориясы басқа, проектісі басқа. Жер мен көктей. Аспанға шашылған, былай айтқанда Қазақстан Республикасының азаматтарының салық төлеушілердің 26 миллиард теңге қайтарады, ол ЕБР-ге. Соны былай айтқанда далаға шашып отыр. Әрі қарай қазір тікелей эфирлерімізді жалғастыратын боламыз. Рахмет. Достар, тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Енді біз сол 26 миллиард теңгеге жасалған бір
жұмыстың бір бөлігі мынау, иә? Осы ғой. Иә? Баққасан жасады бұны? Ар, менің каналда. Көктемде тазалады бәрін. Аха. Көктемде ертеңгісін бұны тазалады бәрін. Бұны шөп, қамыс қайтып басып жатыр. Аха. Үй жерде. Мынау 300 оны алайық. Айтқа бір жер көрсетем мысалы, үй жерде су жоқ. Қолмен жауады. 20 гектар жер болса, 100 гектар жер. Иә, мына жерде 20 гектар жерге шлюз қояды, 100 гектар жерге шлюз қоймайды. Иә, тұрған көрсетем оны қайтып жауып көрсетем. Ағаштардан тұрып от. Оны шығар суға көрсетем, жүріңіз. Міне, мына қамысты енді бұл қамыс шыға береді, жылдан жылға бұл қаза береді. Матедан. Бұл тола үй береді. сөйтеді да бұрынғы. Қалпына қайтып келеді. Аяқ қалпына қайтып келеді тірлік бұл. Ақша далаға кетті. Ақша сұрап болып кетеді. Рахмет. Сұрапқа кетіп жатыр. Да, түсіру. Осы жер бұл не? Не жер? Шүйіз ғой бұл. Аха. Қолдан жасалған ба аяқ? Қолдан, иә, бәрі қолдан істеген. Негізі 100 доллар керек закон бұл. Аха. Аяқта 100 гектар жер бар. Жоқ, осы уақытқа дейін негізі мынақта шлюз болған. Болған, иә. Болған шлюз, бірақтан қазір жоқ. жоқ деді. Міне, мынақта 100 гектар, е? 100 гектар жер мынақта жатыр, суғарады осымен. Тура осы шлюзбен. Анау 20 гектар 20 гектар жерге шлюз бар да, мынақта шлюз жоқ. Жоқ, міне. Міне адам осы халық биыл істеді осы қолмен. Адам жалда осында адаммен халықтың қолмен істеді. Бесін самалды суға жарылап қалып жатыр. Қамыстар өсіп жатыр. Рахмет.